Кез келген дода бұл оқушының шығармашылығын шыңдап қанаттандырар сөзсіз. Сондықтан білім додаларына қатысқанды жаным сүйеді. Осы уақытқа дейін бірнеше байқауларға қатысып, өзімнің дарындылығымды дәлелдедім. Атап айтар болсам, жыр құлагері Ілияс туған өлкеге барып, ақынның поэмаларын жатқайта отыра, 16 облыстан келген қатысушылардан оқ бойы озып шығып, республикалық Ілияс оқуларынан бас жүлдені иелендім. Бұл жетістік менің ғана емес, маған бағыт бағдар берген ұстазымның, қолдау білдірген отбасымның жеңісі деп білемін. Әсіресе жетекшім Жаңабергенова Мейрамгүл апайдың еңбегі зор. Әрқашан маған ақылын айтып, білімін аямай, сенім арта білді. Білімге деген ұмтылысы мен шәкіртіне деген жанашырлығы мені әрдайым жігерлендіріп, алға жетеледі. Мен төңірегімдегі дүниенің арғы-бергі сырларын білуге ерекше ынтызармын. Мендегі сол құштарлық мені ғылым әлеміне қызықтырып қана қоймай, үлкен жетістікке жетеледі. Осы оқу жылында жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар конкурсынан тағы да бәйгенің алдын бермей бірінші орынды иелендім. Осы жобам негізінде өлкедегі таңбаларды жинақтап, ортақ бағдарлама жасап, жаңалық қылып енгіздім. Бұл жоба мен үшін үлкен тәжірибе болды. Өйткені мен алғаш рет өз идеямды іске асырып, жаңа дағдыларды меңгеруге, қабілетімді дамытуға күш салдым. Сонымен қатар, Мұқағали Мақатаев оқуларының республикалық кезеңінде жеңімпаз атандым. Ақиық ақынның Аққулар ұйықтағанда, Райымбек, Алтай Атырау сынды поэмаларын толықтай жатқа айттым. Мен осы жолдан тоқтап қалмай, ізденісімді ілгерілендіре түсемін. Болашақ жастарға үлгі болып, оларға өз білімім мен тәжірибемді жеткізуді мақсат етемін. Қоғамға пайдалы, елге қызмет ететін тұлға болу үшін әрдайым еңбектеніп, жаңа белестерді бағындыра беремін.